Армысыздар, қадірменді, бақытты отбасы, табысты балалар атты байқауымыздың қатысушылары. Оқушылар мен отбасылардың арасында өтіп жатқан сайысымыз жалғасуда. Байқаудың біз шығармашылымыз атты 3-ші кезеңінде келіп жетті. Бұл шығармашылық байқауда әрбір отбасы мүшесі енді өзін режиссер немесе сценарист, әрі актер ретінде сынап көреді. Біз шығармашылымыз кезеңі 4 наурыз бен 10 наурыз аралығында жалғасады. Байқаудың шарттары: отбасы мүшелері Қазақстанның белгілі тұлғалары туралы қысқаметражды фильм түсіреді, немесе ертегі түсіреді. Қазақ тілді фильмнің немесе ертегінің ұзақтығы 7 минуттан аспауы қажет. Инстаграм парақшасына Seed School атақты тұлғалар хэштегімен қояды және Seed School KZ мектебін аккаунтын белгілейді. Ұмытпаңыздар, жұмыстың шығармашылық қиялы мен өзіндік ерекшелігі бағаланады. Қазақ тілінде отбасыларыңызбен бірге сөйлесу қызықты және оңай. Біз сіздерге сенеміз және барлықтарыңызға сәттілік тілейміз.